Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біздің видеоға түсейін деп тұрған сепараторымыз бұл мотор сичті қалай дұрыстап құру. Ал ең алдымен тоққа жалғамастан бұрын біз барабаннан бастаймыз. Барабаны міне осындай. Бұл барабанның ерекшелігі мына жерде басқа барабандарда, кішкентай нелерде, сепараторлардың барабандарында мына жерде пластмассовый кигізетіні болады, қаймақ айыратын. Бірақ бұда жоқ, бұл өзімен міне темірі бірге құйылып кеткен. Енді осындай ойыққа біз резинкасын саламыз. Резинкасын мен міндетті түрде жуғаннан кейін осындай суға салып қоямын. Өйткені кеуіп кетпеу керек. Кеуіп кетсе барабанды қыспай қалады. Міне әбден кигіземіз, отырғызамыз. Содан кейін келесі міне кеселері. Бұл мотор сичтің кеселері екі түрлі болады. Біріншісі міне тесіктері тіке орналасқан, екіншісі тесіктері қисық орналасқан. Ең бірінші біз тесігі тіке орналасқан кеседен бастаймыз. Міне содан қисық, тіке, қисық, тіке. Келесі, осылай кесенің барлығын кигізіп болғаннан кейін, міне ретімен тіке тесіктері орналасқан тіке кеседен бастап, тесіктері қисық орналасқан кеседен аяқталады. Содан кейін міндетті түрде осындай пластмассовый қалбырын кигіземіз. Ода мына жерден міне бізде қаймақ айырады. Егер мына түбірі дұрыс салынбаған болса, қаймағымыз дұрыс айырмауы мүмкін. Сондықтан осы жерді анықтап қарап аламыз. Егер шығыңқы болса, қаймақ сұйық кетеді. Ал ішіне қарай кіріңкі болса, онда қаймақ қою кетеді. Ал менде орташа қалыпта тұр. Сондықтан қаймағым сұйықта емес, қоюда емес, жақсы кигізіп алдық. Содан кейін міне бұл сыртқы қалбыр мен ішкі қалбырды бір-біріне сәйкестендіру былай жүреді. Қараңыздар, міне астыңғы қалбырдың өзінде осындай із болады. Ол көзге көп көріне бермейді, анықтап қарап алуларыңыз керек. Міне айналдырып қараған кезде міне астында дөңгелек ізі бар. Сыртқы қалбырда соған сәйкестендіріп жүргіземізде, міне оның да осындай ізін, осылай дөңгелектілген ізін, міне ойылған ізін тауып алып, екеуін сәйкестендіреміз. Сол кезде екеуі қатар келеді. Қатар келгеннен кейін ғана барып біз шайбысын бұраймыз. Шайбысын бұрадық. Қатты да емес, жайда емес. Енді бұл кілтінің бір ерекшелігі міне жаңа қаймақ ағызатын жерді біз қалай кіргізіп шығарамыз. Қаймақ ағызатын жерді міне осы кілтінің басындағы ойықпен міне шошақ темірмен ағытып былай бұрап өзінің регулировкасын келтіруге болады қаймақтың. Ал келесі кезекте болдық, барабанды құрдық. Енді біз мына өзіміздің осындай міне YouTube'дан міндетті түрде теріп қарасақ, мотор сич 100 деген сепаратордың құрылу әдісі міне осылай болады. Ал кеттік. Келесі этап біз машинаға өзінің құрылғыларын салуымыз керек. Барабанды салғаннан кейін біз сүт ағызатын шүмегін салуымыз керек. Сүт ағызатын шүмегі мен қаймақ ағызатын шүмегін қалай айырамыз? Міне сүт ағызатын шүмегінде осындай кертіші болады. Бұл кертіш мына жердегі мына ойыққа түседі. Жақын түсіре ғой. Міне мына ойыққа мына кертіш кигізіледі. Сол кезде ғана біздің сүт айыратын шүмегіміз орнығады. Мынау енді қаймақ ағызатын шүмегі. Мына тесігі де мынаның тұсына келу керек. Егер сүт ағатын жағдайда осы ойыққа сүтпен бірге ағып кетеді. Онда міндетті түрде поплавок салынады. Поплавок болмаса сүт айырмай қалады, қаймақ айырмай қалады. Поплавокты ұмытпаймыз. Енді басты бұл үлкен кесесі, үлкен табағы. Бұл табаққа кем дегенде 2 шелек сүт кетеді. Бір 7-8 литрлік 2 шелек сүт кетеді. Міне
мына тесікті мына ойыққа келтіріп қойса, міне мына шүмектің мына басын оңға қарай бұрып, мына кертішке келтірген кезде біздің табақтағы сүт ары қарай айыру жұмыстарына кетеді. Ал егер де қажет болмаса 90 градус кейін қарай жауып қоямыз. Ал менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, подписаться кнопкасын басуға ұмытпаймыз.